сөз әдебін біз тіл тазалығына, сөз тазалығы ұғымына еріксіз қосып отырмыз. Қайсысы қауіптірек, былапыт сөз айтқан адамдарды жазалау ма, әлде сондай сөздерді күнделікті айтып жүрген адамдарға үйреншікті қарап жүру ме? Неге зумерлердің тілінде екі сөзінің бірінде осындай лексика қолданылады деп. Себебі жасөспірімдер өздерінің физиологиялық ерекшелігіне қарай, әлеуметтік жас ерекшелігіне қарай олар сепарациялану керек. Тіл энергия дейді. Энергия емес, энергия дейді. Сол энергияның ішінде дейді, матрица сияқты дейді, жатыр сияқты дейді. Соның ішінде біз өмір сүреміз дейді. Біздің қазақтың мәдениетінде сен патша сияқты құрметті көріп өтесің. Дәл солай қартқа құрмет деген, мен ойымша, ол адам сүйгіштіктен шыққан. Армыс көрермен, сіздермен бірге бәрі бар YouTube арнасы. Бүгін біз қоғамда жиі кездесетін, бірақ мәніне көп үңіле бермейтін тақырыптардың бірі сөйлеу мәдениеті және тіл әдебі сөз қозғайтын боламыз. Жалпы адамның сөйлеуі, ойлауы, оның қоршаған ортасынан, мәдениетінен хабар береді ме? Немесе былапыт қазір сөздер қоғамда көбейді. Сол сөздерді айтатын адамдардың бұлай көбеюіне не себеп? Және әлеуметтік желі мен блогерлердің тілі қазақ жастарына қандай тәрбие беріп жатыр? Осы және өзге де сұрақтың жауабын білу үшін студиямызға тіл маманы, ғалым Ахмет Байтұрсынов атындағы Тіл білімі институтының директоры Фазылжан Анармұратқызы сізді шақырып отырмыз. Студиямызға келгеніңізге көп рахмет, алтын уақытыңызды бізге арнағаныңызға көп рахмет сізге. Қош келдіңіз. Көп рахмет, Жазира ханым. Неліктен қоғамда жалпы кейінгі жылдарды алатын болсақ, осы сөйлеу мәдениеті құлдырап бара жатыр деген түсініктер жиі қалыптасып бастады? Ол қазір өте үлкен проблема сияқты көрінеді. Қайда барсаң да тіл мәдениеті туралы бір қызығы, бұрын тек зиялы қауым, жазушылар, журналистер, ең алдымен енді тілтанушылар осыны айтатын болса, қазір қарапайым қоғам өкілдерінің өзі де бұны мәселе қылып көтергені соншалық, халықтың осы талабын керек десеңіз биік мінберден президенттің өзі де алға тартып, бұл керек десеңіз проблеманы біз шешуіміз керек, бұл біз үшін міндет деп айтты. Неліктен осындай ол актуализация алды? Себебі қазір коммуникация кеңейді. Қазір сіз мынау құрылғылар арқылы кез келген нүктедегі, кез келген өзіңіз қалаған тыңдарманмен немесе сөйлерменмен байланыс орнатып тілдесе аласыз. Сонан кейін сізде мысалы бұрын тілдесу ресми орталарда ғана бақыланатын болса, бейресми орталардағы тілдесу фиксация жасалмайтын болса, қазіргі кезде бейресми коммуникацияның барлығы әлеуметтік желіде бізге қолданушыларға көз алдымызда қол жетімді болып тұр. Кез келген деңгейдегі тіл елменінің сөзін кез келген деңгейдегі тұлға тыңдап көре алады. Мысалы, айдаладағы бір ауылдағы екі адамның бір-бірімен өсек айтып отырған өсегінің мәтінін кез келген уақытта аяқ астынан сізге қолжетімді бола алады. Сондықтан осындай бұрынғыдай кітап ақтарудың қажеті жоқ дейсіз ғой. Сондықтан осындай жағдайда енді қараңыз, сіздің құрылғылар арқылы тілді пайдалануыңыз ол үлкен сізге жауапкершілік жүктейді. Өйткені сіздің сөзіңізді енді сіз арнап отырған тыңдарманыңыз ғана емес, соған өз қалауымен немесе өз қалауынсыз тыңдарман болған басқа үлкен аудитория да тыңдайды. Ал ондай жағдайда сіз оларды да, олардың құқықтарын да ескеруіңіз керек. Міне осы себепті ғой президент бұл проблеманы көтеріп, мына осы жылы бұқаралық ақпарат құралдары өкілдерін марапаттау рәсімінде айтылған сөзінде күрішті күрмектен ажырата білейік деп, жаңағы еркіндікті жауапсыздықпен шатастырмайық деген осындай үндеу жасады. Шынында да қазір сөз өзімдік екен, әлеуметтік желі
маған ашық, барлығын айтуға қолымда болады. құрал бар екен, ауыз өзімдікі екен деп қазір еркінсіп аудиторияны ойламай, жаңа сіз өте жақсы айттыңыз, тыңдап отырған жастарды ойламай, олардың болашақ тәрбиесін ойламай, жауапсыз сөйлей беретін, бейәдеп сөздерді қолданатын, жаңағы сөз тазалығы дегендегі мынандай ғой, тіл тазалығы, сөз тазалығы деген ол орфографиялық нормаға сәйкестігі тілдің. Сіздің сөзіңіздің варваризмдермен, жаңағы басқа тілдің сөздерімен, тек қана бір кішкентай ортада ғана білетін жаргондармен шұбарланбауын, стильдік дұрыс болуын, синтаксистік құрылымының нормаға сәйкес болуын жалпы осы тіл тазалығы, сөз тазалығы дейді. Қазіргі кезде енді тіл тазалығы, сөз тазалығы деген осы ұғымнан әлдеқайда кеңейіп кетті. Өйткені бұған енді сөз әдебі де келіп қосылды. Сөз әдебін біз тіл тазалығына, сөз тазалығы ұғымына еріксіз қосып отырмыз. Яғни сөз әдебін сақтамау ол тілдің тазалығын бұзу деген сөз. Оны енді біз бұрын сөз әдебі деп ажыратып қарап, тіл тазалығы деп лингвистер ажыратып қараушы, бұл екеуі тұтас қарауға тура келді. Өйткені коммуникацияның түрі өзгеріп кетті әбден. Ол кез келген адамға сіздің коммуникацияңыз, бейресми қатынастағы коммуникацияңызда қазір қолжетімді болды. Сонан кейін осындай жағдайды енді пайдаланып, осындай бейәдеп сөз тазалығына, тіл тазалығына ешқандай үйлеспейтін тілдік бірліктерді қолданып, аудиторияның назарын өзіне аударғысы келетін, айтары мазмұны төмен, айтары жоқ, айтатынның мазмұны жоқ, сондай тұлғалар өзіне имидж жасай бастады. Көрдіңіз бе, бұл өте қауіпті. Себебі ертең оның жазылушылардың саны көбейеді. Жазылушы санының ар жағында не жатыр? Ар жағында әлеуметтік мәртебесі көтеріледі. Әлеуметтік мәртебесі көтерілгеннен кейін ол міндетті түрде қандай да бір материалдық жақсаруға әкеледі ғана тұлғаны. Сонда ертең мысалы жастар ойлауы мүмкін, осылай да баюға болады екен, осылай да бедел жинауға болады екен деп, былайша айтқанда құндылықтарды төңкеріп тастау ғой. Негізі оңды оң, терісті теріс демей, керісінше терісті оң деп, оңды теріс деп тастау. Міне осындай жаңағы президентіміздің айтып тұрған сөзі осы ғой, күрішті күрмектен ажырата білейік деген қандай терең қазақтың мақалымен мағынаны жеткізгенде. Міне осындай құбылыстар қазір орын алып отыр, сондықтан етек жайып келе жатыр әуел десеңіз. Сондықтан осыны біз қоғам болып, ғалымдар болып тоқтатуымыз керек деп ойлаймын. Тоқтата алмасақ та осы процестерді дұрыс жолға, арнаға бұру өте қажет. Жаңа енді бейәдеп сөздер деп жатырмыз ғой, бір өте жаман ақтап алу бар да, мысалы қазір барлығы айтып жатыр ғой, мен де айта аламын деген сияқты, кім айтпай жатыр оны деп ақтап алып жататын кездер болады. Жалпы осындай бейәдеп сөздерді айту бұл біздің тіліміздің шұбарлануын немесе ойлау деңгейіміздің төмендетіп жібермей ме? Енді мен сізге ғалым ретінде айтайын, бұның жауабын. Лингвистикада бейәдеп сөздерді абсентті лексика дейді. Абсентті лексика енді балағат сөздер деп жаңа сіз өте жақсы атадыңыз. Басқаша атау балағат сөздер, тағы да абсентті лексика деген сол басқа тілдерге халықаралық термин ретінде қолданыс түсінікті болу үшін кейде біздің тілтанушылар осылай да қолданады. Бұл лексиканың лингвистер лексикологиялық қорда бар болған соң, ол дүниеде бір нәрсе бар болса, ол қандай да бір қызметі үшін тұрады. Ешқандай қызмет атқармайтын тілдегі бірліктер олар жойылады. Ол бар. Қай заманда да болған. Бұның қандай қызметі бар екен деп зерттеген ғалымдар аз емес. Тек қазақ лингвистикасында емес, шетелдік лингвистерді оны зерттеген. Сонда олар мынандай қорытындыға келеді. Бұлардың көп жағдайда екі қызметі бар. Біреуі психологиялық, екіншісі әлеуметтік. Психологиялық қызметі енді әдетте бұл сөздерде жағымсыз энергетика өте көп. Жағымсыз энергетика өте көп. Сондықтан да олар адамзаттың тарихында, кез келген тілдің тарихында ғасырлар бойы табу сөздер қатарына жатады.
яғни тыйым салынған сөздер қатарына жатады. Енді оны ары қарай терең зерттеп, қазір зерттелген ақпаратты айтып уақытты алмайын, мен фактілерді айтайын. Енді қараңыз, осы сөздерді қатты ашуланып тұрған сәтте айтқанда адам ішіндегі жаман энергияны сол сөзбен бірге шығарып жібереді. Ол рас екен. Оны зерттеген нейролингвист, психолингвист ғалымдар сондай қорытындыға келеді. Екінші, мен жаңа айттым, оның әлеуметтік те қызметтер бар деп. Әрине, қызметтің түрі болады. Оң қызмет болады, теріс қызмет болады. Енді бұл сөздердің әлеуметтік қызметі негізінен теріс. Мысалы, бұл көбіне осы лексика кімде қолданылатынын қарасаңыз, әлеуметтік зияткерлік деңгейі төмен топтар қолданады. Мысалы, көбіне неде кең тараған жазасын өтеу орындарында бұл кең тараған, және солармен жұмыс істейтіндерде. Өйткені оларға түсіндіру үшін өз деңгейіндегі лексиканы пайдалануға мәжбүр болады. Ал екінші кең тараған әлеуметтік топ жастар. Қазір мысалы маған көп келіп сұрап жатады. Неге зумерлердің тілінде екі сөзінің бірінде осындай лексика қолданылады деп. Себебі жасөспірімдер өздерінің физиологиялық ерекшелігіне қарай, әлеуметтік жас ерекшелігіне қарай олар сепарациялану керек. Яғни өзінің бала шағынан, балапан шағынан бөлініп, мен ересек адам болдым деп өзінің тұлғасын дәлелдеу керек қоғамда. Сол үшін олар осы сөздерді қолдансам, өзімді ересек сезінемін, және осы сөздерді қолдану арқылы мен бұл сөздерді қолданбайтын ата-анамнан ерекшеленіп тұрамын. Сөзімді өткіземін дейді. Екінші, осы жасөспірімдердегі бұл сөздердің әлеуметтік бір психологиялық ерекшелігі қолданыстындағы. Екінші, бұл енді сепарациялану, ата-анасынан сепарациялану болса, екінші сол өзінің әлеуметтік тобымен бірегелену. Мысалы, үйінде мүлдем мұндай сөзді қолданбайтын өте бір зиялы отбасынан шыққан балалар көшеге шықса, бірден осы сөзді қолданып кететін, осылай сөйлеп кететін өзіміз куәгер болып жүрміз. Оның себебі өзінің ортасына мен сендердің адамыңмын, мен сендерден бөлек емеспін деген. Одан кейін үшіншісі, өзінің еркін, қоғамда өзін басқалардан әлдеқайда еркіндікте ұстай аламын, мен қоғамда еш нәрсеге тәуелді емеспін дегенді дәлелдеу үшін жасайды. Енді төртінші, жаңа мен ол туралы айттым, бұл имидждік фактор деген бар. Бір өкініштісі, қазіргі мынау интернет коммуникацияның көптігі, әлеуметтік желілердің бейберекет барлығына қолжетімді болғандықтан, бір өкініштісі, осылай сөйлейтін жасөспірімдер арасында беделді деп саналатын тұлғалар көбейіп кетті. Мысалы, олар осылай сөйлеп өздеріне жаңағы подписчик жинайды, статусын көтереді, материалдық жағдайын жақсартады. Сөйтіп жасөспірімдер соған қарап, демек мен осындай сөйлейтін болсам, мен ертең өзіме жақсы жағдай жасай алады екенмін. Орысша айтқанда бұлай сөйлеу круто екен, тамаша екен деп ойлайды. Көрдіңіз бе, осы факторлар бар. Бұл факторлар былай қараған кезде жалғыз тіл танушылардың, журналистердің тіл мәдениетін көтеру шараларымен жеңе алмайтын факторлар. Бұған біз қоғам болып араласуымыз керек. Әсіресе осы идеологиялық іс-шаралар өте көп қажет деп ойлаймын. Бұған қоғам дегенде қоғамдық институттар, ол қандай институттар? Ол отбасы институты, ол мектеп, балабақша. Отбасының өзінде де тек қана әке-шеше емес, атасы, әжесі, ағайындары, туысқандары түгел осы нәрсенің дұрыс емес екенін үнемі көрсетіп, жасөспірімдерге көз жеткізіп отыру керек. Одан кейін біздің медиа кеңістікте дұрыс интенциялар жасайтын, құндылықтардың жаңағы жалпы адамзаттық өзі нағыз құндылықтарды насихаттайтын, нағыз жалпы адамзаттық құндылықтардың ішінде сөз тазалығы, сөз мәдениеті ол жоғары орында тұрған құндылық. Өйткені жақсы сөз жарым-ырыс деген бар. Біздің ұлттық құндылықтар жүйемізде де сол. Содан кейін әлгі бір қарын майды бір малақ шірітеді деген ол сөзге қатысты. Сөз деген ол орысша айтқанда поведение, қазақша айтқанда қылық. Жай ғана ауыздан шыққан дыбыстардың жиынтығы емес қой. Не осы менің ойым.
Осы енді өзіңізде жаңалықтардан естіп жатқан боларсыз, биыл енді ондаған стример, блогерлер тікелей эфирде осындай балағат сөздер айтқан үшін әкімшілік қамауға алынып, тіпті айыппұл төлеп жатқан кездер де бар. Полиция, яғни бұл интернет қоғамдық кеңістік деп атап, осы кісілерді енді жақын арада осы көп жаңалық шықты, жазалап жатыр. Бір сөзбен айтқанда, сіздің бұған көзқарасыңыз қандай, ұстанымыңыз? Енді мені көп адамдар қолдайды деп ойлаймын, бірақ қолдамайтындар да болар, бірақ сол қолдамайтын азаматтардан кешірім сұраймын, бірақ мен өте дұрыс болды деп қатты қуандым. Жасыратыны жоқ. Және үй ішімізбен қуандық. Мысалы, мынау не деген жақсы болды, мынау қандай тамаша болды, мынау айтылған сөз атылған оқ дейді. Оны қайтармайсың, оның әсерін. Бір жағынан, бұл мақал неге шыққан қазақта? Бұл мақал сөзіңе жауапкершілікпен қара. Яғни ар жағында сен оған жауап бересің деген сөз. Міне бұл өздерінің сөздеріне ол кісілердің жауапкершілік бар екенін енді түсінген шығар деп ойлаймын ол кісілер. Және бұл басқаларына да үлкен сабақ болды. Енді қараңыз, мен айттым, осы жаңағы бейәдеп сөздердің лингвистер зерттегенде психолингвистикалық бір функциясы бар деп, жаңағы эмоцияны шығарады. Енді қараңыз, мейлі бір қарағанда ол дұрыс функция болғанымен, бұндай сөздерді ешбір ұлттың мәдениетінде, міне қараңыз, бүкіл адамзатты тексеріп, ешбір тілдік мәдениетте бұндай сөздерді ресми қарым-қатынаста қолдануды құптамайды. Құптаған емес те. Ал бейресми, интимді қарым-қатынас деген болады. Өте етене жақын, былайша айтқанда бір-бірінен жасыратыны жоқ, басқаларға арналмаған, тек өзара коммуникацияда ғана бұл қолданылып жатса, бейресми қарым-қатынаста. Оның өзінде де, мысалы қазақ мәдениетінде ол ұнамсыз нәрсе. А ресми қарым-қатынаста бұл қатал түрде тыйым салынған. Бізде керек десеңіз, қазір енді бір өкініштісі, ресми қарым-қатынаста да осындай сөздерді қолданатын тұлғаларды кездестіріп қалып жатамыз. Ал енді интернетті ол қоғамға арналған коммуникация деп танып, интернет желісінде осылай дөрекі, бейәдеп, пәс сөздерді, былапыт сөздерді қолданғандарды менің ойымша жазалау өте дұрыс болған деп ойлаймын. Өйткені жаңа мен айттым ғой, бұл жай нәрсе емес деп. Бұл жаңағы тіл тазалығы деген бағана айттым, оның функциясы бар деп ше өзінің. Бұл тілдің тазалығы ойдың тазалығына әкеледі және сол ойдың таза екенін көрсетеді. Тіліңіз таза болған сайын ойыңыз тазалана береді. Ойы тазада, мен жаңа айттым ғой, ол дітін орындатады ғой. Діті дұрыс болады, ниеті дұрыс болады деген сөз. Діт, ниет екеуі енді қазір мен мақсатына жетеді. Айтып тұрғанда синоним ретінде. Ал діті, ниеті дұрыс болған кезде кез келген іс игілікті болады, игі болады. Игі деген енді бір жағынан ізгі деген сөз. Пайдалы, жұртқа пайдалы деген сөз. Ал енді сөзің таза болмады ма, ойың таза болмайды. Ойың таза болмады ма, ниетің, дітің таза болмайды. Ниетің, дітің таза болмады, істеген ісің таза болмайды. Ал бұл сосын қоғамда хаос тудырады. Жаңа мен айттым, құндылықтардың төңкеріліп кеткенін. Жақсыны жаман деп ұға бастайды, ақты қара деп ұға бастайды. Ал ондай қоғамда не болады? Деструктивті элементтер қаптайды. Яғни қоғамдық тәртіпті бұзатындар, қоғамдық хаосқа жетелейтіндер. Бұндай қоғаммен біз ұзаққа бара алмай қаламыз. Ой, былай қарап отырсаң жай сөз сияқты, ал ар жағында үлкен мәселе жатыр, мемлекеттілік жатыр, халықтың бірлігі жатыр, елдік жатыр. Сондықтан да осы мәселе қазір президенттің назарында. Бұған дейін жалпы дәмханада, қоғамдық орындарда осындай сөздерді айтқан кезде, мысалы көлікте дейікші, айтқан кезде бұрын енді жұрт бірден сөгіп жататын еді ғой енді құзырлы органдарда. Ал дәл осы стримерлер, блогерлерге келген кезде неге бұл процесс ұзақ уақыт жүріп енді келді? Неге бұл бұрын қолданылмады дегендей ғой? Былай ғой, сол стример жаңағы жасаланған былапыт сөздерді қолданған, қоғамдық тәртіпті бұзған деп айтайықшы. Қоғамдық тәртіпті бұзған, сөз әдебін бұзған тұлғалардың сол контентінің астында міндетті түрде
оларға тыйым салған, тоқтатқан, оларды тәртіпке шақырған комменттер болды. Мен енді өзім көзімен бір екеуін шалып бәрін қарап үлгермедім, бірақ бар ол. Ол біздің қоғамда рационалды ойлайтын, рухани саламатты азаматтар өте көп екенін көрсетеді. Бірақ ол кісілердің үні шыға бермейді. Екіншіден, ондай азаматтар мұндай контентті қарамайды да ғой. Көріп тұрсыз ба? Мұндай контентті қарамайды. Мұны кімдер қарайды? Көбіне осы жаңағы жасөспірімдер, әлі тұлға болып қалыптаспай өздерін іздеп жүргендер, өздерін орнын іздеп жүргендер, уақыты көп олардың қазір. Көрдіңіз бе? Сондықтан олай да ойламау керек. Қоғамда бізде рационалды ойлайтын, сөз мәдениетін құндылық деп танитын жауапты азаматтар өте көп. Бірақ олардың үні естілмей жатады. Одан кейін екінші бір мәселе, бұрын біздің қазақтың мәдениетінде сондай сөзді естігенде, тіпті көшеде болсын, мүлдем танымайтын адам үлкендігін пайдаланып, әсіресе жас үлкен адамдар бірден тыйып тастайтын. Бірден оған оның дұрыс емес екенін айтып, оның осы айтқан сөзді қолданғанын дұрыс емес екенін айтып, ұялтып оны, тұқыртып сол жерде енді айтпайтын, жұрттың алдында бетін қайтарып тастайтын. Бір өкініштісі, қазір бізде осы нәрсені біз тым төмендетіп тастадық. Оған да өзіміз кінәлі сияқтымыз. Мысалы, ұятмендер деп оларға ат қойып, бір сондай бір науқан болды ғой. Сол науқан меніңше, әрине мүмкін ол бір керек болған шығар, бірақ қазір сол науқанның кесірінен бе екен, үлкен кісілеріміз мынау көшеде боғауыз айтып бара жатқан балаларға тәйтәрі, мынауың не деп тоқтатпайтын болды. Меніңше бұл қоғамдық қабылдамау, осы үдерісті қоғамның жақтырмауы, жек көруі, бұл да қажет. Бұл да қажет. Сондықтан жаңағындай контенттерде оларға қарсы тұратындардың саны шіркіні көп болса деп ойлаймын да. Тәйтәрі деп тыйып тастап, бетін қайтарып тастап, оларды керісінше қоғам алдында қаралап, керісінше төмендетіп тастайтын осындай бір бізге әрекет керек сияқты. Әрине бұл шешім емес. Екінші, мен ойымша, ең негізгі шешім, екінші емес, бірінші шешім, керісінше осы сөз әдебін сақтаған, тілі таза, сол арқылы бір қандай да бір үлкен жетістікке жеткен, зияткерлік әлеуеті өте жоғары, осындай тұлғаларды көбірек насихаттап, жастардың алдына келетін контентке көбірек салу керек сияқты. Одан кейін енді үшінші, бұл енді таза тіл танымдық, бірақ бұны үшінші деп те айта алмаймын. Мен үшін бұл ең маңызды. Біз тілді қарым-қатынас құралы деп қана түсінеміз. Мәселен, мысалы, Жазира ханым, сіз бір ой ойладыңыз, қазір сіз сол ойыңызды маған қазақ тілінің құралдары арқылы сөйлем қылып құрастырып, аузыңыздан шығарып, бір интонациямен безендіріп жеткізіп отырсыз. Сол ойыңызды мен түсініп, мен сізге соған тиісті сәйкесінше жауап беріп отырмын. Сізбен біз бір-бірімізді танымаймыз. Сондықтан үлкен бір субординация сақтап отырмыз. Екіншіден, ол субординация ресми қатынас болған соң сақталып тұр. Міне осының барлығы тіліміздің, жалпы кез келген адамзаттың жасап шыққан тілінің құрал деген түсініктің барлық санамызда бар екенін көрсетеді. Барлық тіл елмендерінің санасында тіл құрал деген түсінік. Бірақ бір өкініштісі, тілдің құралдан да өте терең, жүйелі құбылыс екені туралы түсінік тілтанушылардың, философтардың, гуманитарлық сала мамандарының санасында бар да, біз соны халыққа жеткізе алмай жатырмыз. Мысалы, неогумбольдтшылдар деген лингвисттердің мектебі болған. Олар Гумбольдттың тіл туралы, тіл ол мәдениеттің әмбебап көрінісі деген идеясын ары қарай жетілдірген ғалымдар. Олар айтады, тіл энергия дейді. Энергия емес, энергия дейді. Сол энергияның ішінде дейді, матрица сияқты дейді, жатыр сияқты дейді. Соның ішінде біз өмір сүреміз дейді. Бізге дейді, оны енді Вайсгербер деген ғалым айтады, жаңағы неогумбольдтшылдар өкілі. Бізге дейді, солай көрінеді, біз өз тағдырымызбен өмір сүріп жатырмыз екен деп көрінеді дейді. Шын мәнінде дейді, қандай да бір тілде сөйлейтін қауымдастық дейді, сол тілдің тағдырында өмір сүріп жатыр, сол тілдің тағдырымен оның жолы анықталады дейді.
Енді осыны дәлелдеу үшін мен сізге қазір бір өзімнің жақсы көретін мысалымды айтайын. Көп жерде айтып жүремін. Мысалы қазір сізге ботагөз қыз келіп тұр екен десем, мысалы сіз қыз бала болсаңыз да, ол қыз туралы не ойлайсыз? Сұлу ма, жоқ сұлу емес пе? Сұлу деп ойлайсыз. Сұлу, әдемі, көзі үлкен деген сияқты. Ботагөз десе бітті, сіз сұлу қыз келді деп ойлайсыз. Ал мен енді осыны орыс ұлтының өкіліне айтайын, аударып. Пришла девушка с верблюжьими глазами. Бір мың айтып тұрған секілді көрінуі мүмкін ба? Ол кім дейді, қорқынышты біреу келген шығар дейді. Ал қараңыз, ал енді мен енді сізге орысша айтайын. Зеленоглазая пришла или голубоглазая пришла деп. Орысша, орыс адамға айтайын. Орыс бірден сұңғақ бойлы, көзі әдемі. Ол ешқандай ол қыздың сұлу емес деп елестете алмайды ол орыс. Ал енді мен тура сол сөзді қазаққа аударып берейін. Жасыл көз қыз келіп тұр дейін. Көк көз қызы келді. Ол ойлайды, көз тұздай болып кім екен ол дейді. Көз тұздай кім екен? Ол сұлу қыз келіп тұр деп ойламайды. Қараңыз, яғни тіл бізге сұлулықтың эталонын не істеді? Миымызға таңып отырғызып қойды. Сіз өзіңіз қалыптастырған жоқ сұлулықтың эталонын. Немесе тіл қалыптастырды сіздің басыңызда. Қазақтың бәрінің басында сол эталон біреу ақ. Немесе бүйтіп айтсақ, ой, жаңағы қой үстіне бозторғай жұмыртқалаған заман болды десек. Барлық қазақ оны түсінеді қандай заман болғанын. Немесе төрге шығыңыз деп біз айтамыз, енді басқа ұлттың өкіліне келген қонақтың төрге шығу шарт емес. Ол қонақ келді ме, кез келген өзіне ыңғайлы жерге располагайтесь, где вам удобно дейді. Енді келіп сен мысалы қонақты төрге жайғастырады. Бізде төрге жайғастырады. Яғни құрметті орын деген концептіні сіз өзіңіз ойлап тапқан жоқсыз. Демек сіз ненің жақсы, ненің жаман, ненің дұрыс, ненің бұрыс, ненің сұлу емес, ненің байлық емес, ненің жаңағы надандық, ненің сауаттылық екенін сіз ойлап тапқан жоқсыз. Сіздің тіліңіз сізге оны айтып берді, сіз соның тағдырының ішінде жүрсіз. Сонда жаңағы неоңгүмілшілер айтады, ана тілі дейді, сол тілде сөйлеген қауымдастықты өзінің тағдырымен жетелеп апарады. Бірақ дейді, барлық халықтың ана тілі ол игі энергия дейді, игі дейді. Егер сол қауымдастықтың өкілі өзінің ана тілінен ажырап қалса, ол жаңағы игі энергиядан махрұм қалып қалады дейді. Сондықтан біздің өзіміздің ана тілімізде де қазақтың сөз әдебі бұрыннан қалыптасқан. Ер мен ердің амандасу әдебі, әйел мен әйелдің амандасу әдебі. Жалпы сәлем сөздің атасы деген мақал бар. Қалай сәлемдессең, демек сенің ол адамға деген ниетің сондай деген сөз. Ол сол энергияны алып кетеді. Көрдіңіз бе, міне сондықтан осыны түсінген адам, жаңағы жасөспірім осыны түсінген адам, меніңше жаңағы жаман энергияны, яғни боғауыз сөзді пайдаланбайды. Ол оның аурасын бұзады. Ал енді тілдің қандай да бір аура қалыптастыратыны, қандай да бір таналдылық толқынның ішіне сені алып келетіні ол да ғылыммен дәлелденген. Мәселен кез келген ауызша шыққан тіл ол бір интонациялық толқын. Әрбір тілдің өзінің ұйымдасу интонациясы болады. Мәселен орыс тілінде әрбір сөзге екпін түседі. Әр түрлі буынға барып түседі орыс тілінде. Роман герман тілдерінде де солай. Бірақ олардың тағы бір өзінің ерекшеліктері бар славян тілдерінен. Ал түркі тілдерінде әрқашан сөздің соңғы буынына немесе соңғы буынына жақын буынға түседі. Және түркі тілдерінің әуезді болатын себебі бізде сингармонизм құбылысы бар. Сөзіне бірыңғай жуан айтылады, не бірыңғай жіңішке айтылады. Байтұрсынұлы айтады, қазақтың сөзі кілемге түскен түрдей дейді. Кілем түр деген өрнекті айтып тұр ғой. Мысалы Қытай тілі таналды тіл. Бір ғана
буынды, мысалы ма деген буынды әртүрлі тонмен, жоғары тонмен, төмен немесе бірге қалыпты тонмен айтатын болсаңыз, ол 3 түрлі мағынадағы сөзді ауыса береді. Сондықтан Қытай тілінде сөйлеп отырған адам қазақ тілді аудиторияға айқайлап тұрған сияқты көрінеді. Өйткені ол тональностьтарды аудитория ажырату үшін жаңағы дауысын басқаша құбылтады. Көрдіңіз бе, бұл өрнек бір тональностьтың ішінде жүресіз. Бұл енді мен жалпы интонациясын айтып тұрмын. Бұл интонациядан бөлек әрбір сөздің санаға қалдыратын ізі болады. Мысалы, бұл туралы орыстың нейролингвист ғалымы Татьяна Владимировна Черниговскаяның өте жақсы зерттеулері бар. Ол кісі бір жағы биолог, бір жағы лингвист. Біз ол кісілермен әріптестікте қазір психолингвистикалық зерттеу жүргізіп жатырмыз. Мысалы, бір сөзді айтқан кезде әртүрлі ассоциациялар туындайды. Мысалы, оң мағыналы сөздер болады, жаппай оң мағыналы. Ешқандай теріс ассоциация тудырмайтын. Ал енді кез келген боғауыз сөзде міндетті түрде теріс ассоциациялар көп болады. Яғни теріс энергия көп болады. Сондықтан оны қолданған кезде ол міндетті түрде адамның санасына әсер етеді. Жан жағындағылардың санасына ол барып тиіп әсер етеді. Міне осыны айтса, одан кейін адамның сөзіне қарап, оның әлеуметтік деңгейі, оның мәдениеті, оның зияткерлік деңгейі анықталатын жасөспірімдерге шіркін түсіндірсе. Сөзіне қарап, кімнің кім екенін бірден анықтауға болады. Андай жаңағындай былапыт сөзді қолданған адамды меніңше ресми, салмақты, беделді орталарда бір қабылдамайды. Оған қоғамда қандай да бір жақсы жетістікке жету үшін міндетті түрде сондай ортаны мойындату керек қой. Не осы? Жаңа былапыт сөздермен ешқашан мойындата алмаймыз ғой. Жаңа сіз жақсы мысал айттыңыз ғой, кезінде сондай сөздерді қолданған кезде үлкен кісілер бірден шорт кесіп тастайтын, ендігі айтпайтындай қылып. Ал қазіргі кезде мысалы медиада, әлеуметтік желіде осындай былапыт сөздердің көрсетудің үнемі бой көтеруі жалпы дұрыс деп санайсыз ба? Мысалы осындай жаңалықтарды айтып жатырмыз, солардың барлығын көрсетіп халыққа міне осындай айыппұл алды, қамалды деген секілді бар ғой. Солардың үнемі осылай насихатталуы дұрыс деп ойлайсыз ба? Жоқ, дәл қазіргі кезде дұрыс. Дәл себебі бұған дейін ондай прецеденттер болған жоқ қой. Ондай прецедент бұған дейін болған жоқ. Біздің тәуелсіздік алғалы тарихымызда ешқашан сондай үлкен аудиторияға былапыт дөрекі сөз айтқан үшін кәдімгідей құқықтық тұрғыдан жазаланыпты деген ақпарат естімеппін. Сол меніңше бұл үлкен резонанс тудырып жатқанда содан кез келген жаңа нәрсе елең еткізеді ғой қоғамда. Бірақ бұл жақсы болды деп ойлаймын. Әрине, әрі қарай менің ойымша бұндай ақпараттар азаяды. Оның азаюының себебі жасанды түрде оларды халыққа көрсетпеу емес. Оның азаюының себебі мұндай прецеденттер азаяды. Сіз байқайсыз ба? Мәселен, президентіміздің ұлттық құрылтайда мысалы, осындай былай қарағанда бейәдеп сөзден бөлек мысалы қоғамдық тәртіпті бұзатын қылықтарды ол кісі айыптап сөйледі. Мысалы көшеде түкіру, жаңағы шамдарды сындырып кету. Иә, сондай вандализмнің, ол кісі вандализмді қатты айыптады мысалы. Сол айыптаулар өткеннен кейін, кәдімгідей енді президенттің сөзінен кейін бұған біздің үкімет, атқарушы органдар міндетті түрде оны сөзін жүзеге асырады ғой. Кәдімгідей шаралар қолданылды. Мен кейін кезде қараймын, көшеде түкіретін адамдар азайды. Бұған мен тек қуанам. Баяғыда мысалы бұл біздің және бұның бәрі біздің ұлтымызда бар дүниелер. Мәселен, жеті жарғыда сөзбен қорлаған үшін айыппұл салынатын. Билерге барып кәдімгі ол адам соттайтын. Ресми ортада әрине, халық дүйім жұрттың алдында. Ал ана мысалы заңмен регламенттелмеген әдебіміз бар біздің. Мысалы біздің үлкен кісілер айтып отыратын, жерге түкірме, жерді кекірейіп басып жүрме дейтін. Түкірмек түгілі. Ол сені асырап отыр. Жерді кез келген жерді бүйтіп шұңқыр қылып қаза салма дейтін. Жерде өскен нәрсені бейберекет жолма дейтін. Міне көрдіңіз бе, бұл деген нағыз экологиялық сана ғой. Бұл құрмет қой. Осы құрметтен басталады. Тазалық
сол өзіңнің тұрған ортаңа, өзіңнің табиғатыңа, өзіңді қоршаған жер, су, тау тасыңа деген құрметтен басталады. Міне осы шаралар қолданылды, қазір түкіретін де азайды. Сосын кейін бұрын көлікпен келе жатқанда мен талай мәрте куәге болдым. Қоқысты лақтыра салатын. Қазір қоқыс лақтырған үшін, қоқысты лақтырған үшін инструменталды жаңағы әдісті қолданып, заңнамаларды өзгертіп, айыппұлдарды кәдімгі нақты, реалды түрде салатын болғаннан кейін халық тәртіпке келді. Яғни бұндай жолмен де мәселені шешуге болады, бірақ осы шараларды енді біз қоғам болып қолдап кетсек шіркін. Зиялы қауым бар, бәріміз қолдап кетсек. Сонда шынында да жаңағы бұрылып төңкеріліп тұрған құндылықтарымыз қайтадан орнына келеді. Ерікті былапыт сөзбен еріксіз былапыт сөздің айырмашылығы бар ма? Мысалы біреулер айтып жатады ғой, эмоциядан шығып кетті деп, өзіңіз де айттым ғой. Ал және жұмыс барысында адам бір-бірімен сөйлесіп жатқан кезде бір мәдени былапыт сөзге жатады деп айтып жататындар бар. Енді бұл аса қатты кеткен жоқпын ғой деген секілді. Оларды біз ажыратып, бұл мәдени былапыт сөз, мынау мәдениетсіз деп ажырата аламыз ба, немесе бұлардың барлығы де бір лингвистикада біздер оны классификациялаймыз, қазақша айтқанда таптастырамыз. Мысалы жаңағы абсентті лексика деп енді боғау сөздерді айтады. Ол өзі бір азақ өзі, жаңағы адамның төменгі жағының атауларымен байланысты. Одан кейін қарабайыр пәс лексика дейді. Өте пәс, төмен лексика. Жаңағы бейәдеп сөздерді осылай екіге жіктейді. Ол пәс лексикаға мысалы малға теңеу, жаңағы ит, шошқа, есек деп мысалы, осындайлар жатады. Бірақ бұларды қоғамдық қарым-қатынаста, ресми қарым-қатынаста қолдануға болмайтын сөздер. Тыйым салынатын сөздер. Бұлар да сөз тазалығын, сөз әдебін бұзатын сөздер. Көрдіңіз бе? Бұл керек десеңіз, жаңа мен сөз тазалығы кең ұғым болып кетті деп тұрғаным, бұл керек десеңіз, адамның, басқа адамның, осы бағытталған адамның құқығын бұзу фактісі болып саналады. Бұл жай ғана сөз емес. Мәселен, сіз бір сөзді қазақша атауын білмей орысша қолданып қойсаңыз, лингвистикалық тұрғыдан сіз сөз тазалығының параметрін бұздыңыз. Ал енді жаңағындай сөзді қолданып қойсаңыз, бұл сөз тазалығын бұзу ғана емес енді. Ол кәдімгідей құқықтық жауапкершілікке апаратын сіздің әрекетіңіз болып саналады. Әрекет құқықтық жауапкершілікке апаратын әрекет болып саналады. Ол адамның намысын қорлау. Сондықтан бұндай сөздерді жаңа сіз айтып отырсыз ғой, байқамай айтып қалса деп. Байқамай айтып қалса, әрине көп жағдайда бізде кешіріледі ол. Егер өзі адам, мен ашумен айтып қойдым, кешірім сұраймын десе, алдыңа келсе атаңның құнын кеш дейді ғой, қазақ кешірімшіл халық, ондайды кешіреді. Қазақ болсын, кім болсын басқа. Ал егер жаңағыны, бірақ оны мойындама, ол бір мойындама, оны немесе жаңағы әдейі айту, оның намысына тию үшін, жұрт алдында оның беделін түсіру үшін, жеке басына тиісу, бұл деген құқықтық жауапкершілікке апаратын әрекеттер. Ал сөйлеу мәдениетін қалыптастыруда ең алдымен қай институт бізге жауапты болады деп ойлайсыз? Мысалы, бұл отбасы ма, мектеп пе, қоршаған орта ма деген секілді. Білесіз бе, бұл жерде бір институтты ғана айтып қалған институттар қосалқы қызмет атқарады деп қазір айта алмаймын. Себебі қазір заман өзгерді. Өте көп ақпарат легі, ақпарат тасқыны қазір біздің азаматтарымыздың алдына ағылып, төгіліп, құйылып кеп жатыр. Ішінде жаңағы оның миын, оның жанын, оның рухын улайтындар бар. Сондықтан бұл жерде тек отбасы ғана бірінші кезекте сол өте маңызды қызмет атқарады. Немесе тек жаңағы білім беру мекемелері деп айтамын. Барлық қоғам болып, қоғамдық барлық институттары болып, соның ішінде кәдімгідей нақты құқықтық нормативтік құжаттармен де бәрін бірге кешенді түрде қолданып жұмыс істеуіміз керек. Әйтпесе жағдай қиындай береді. Бұл қазір біз үшін өте маңызды болып тұр. Әсіресе тіл танушылар үшін. Біздер де қолымыздан келгенше бұны насихаттап жатырмыз.
тіл мамандары. Ал осындай біздің қоғамда жаңағы осындай лапты сөздерді қолданбай ақ, бірақ діттеген мақсатына жеткізіп, сол адамның санасына жеткізе алатын тұлғалар бар ма? Бар болса, кімді айтар едіңіз? Ондай тұлғалар бар, өте көп. Бірақ бір өкініштісі, ол тұлғалар бізде бұқаралық ақпарат құралдарының алдыңғы толқынында жүрген жоқ сияқты. Бізге осыны кішкене қолға алу керек сияқты. Мысалы, ғалымдар өте көп қой бізде. Мысалы, бізде Алматы қаласында бұрыннан бергі ғылым академиясының жүйесінде қызмет атқарып келе жатқан қазір ғылым және жоғары білім министрлігіне қарасты 8 гуманитарлық зерттеу институты бар. Оның ішінде тарих этнология институты, археология институты, шығыстану институты, әдебиет және өнер институты, философия, дінтану, саясаттану институты, біздің Ахмет Байтұрсынов атындағы тіл білімі институты бар. Қаншама жоғары оқу орындарында осы гуманитарлық сала факультеттері бар. Осы кісілердің, осы ғалымдардың қай қайсысын алсаңыз да кез келген ақпаратты өте сауатты жеткізе алады. Бізге ғалымдарды, әсіресе гуманитарлық сала ғалымдарын насихаттаса шіркін. Одан кейін бізде мықты жазушы жастар бар. Көзге көріне алмай жатқан, жаңа бір ой айтып жүрген, мысалы соларды насихаттаса. Енді қуанарлығы, бізде қазір саясатта да мықты тұлғалар бар. Осы сіз айтқандай кез келген әңгімесін өте сауатты жеткізе алатын. Бизнесте де бізде мықты, қазақ тілінде бизнесін жүргізіп, қазақ тілінің арқасында қандай да бір үлкен экономикалық табысқа жеткен тұлғалар бар. Меніңше соларды пулын жасап, сол кісілерді бұқаралық ақпарат құралдарының төріне шығару керек. Ал қайсысы қауіптірек, лапыт сөз айтқан адамдарды жазалау ма, әлде сондай сөздерді күнделікті айтып жүрген адамдарға үйреншікті қарап жүру ме? Жазалау, білесіз бе, ол нақты сол болған оқиғаға қатысты ғана жүйесі стихиялы түрде жүзеге асатын әдіс деп ойлаймын мен. Ал жаппай қоғамға әсер ететін, жаңағы сіз айтқан осы бейәдеп сөзді айтатындарды бүкіл қоғам болып қабылдамау. Ол үшін жаңа мен айттым, қоғам мәдениетін көтеру керек. Қазір енді қазақ тілінде бір нәрсені жұмсартып айтатын кездеріміз болып жатады, мысалы кешіріңіз, ғафу етіңіз деген секілді. Осындай сөздердің айырмашылығы қандай қазір? Мысалы бұрын олар көп қолданылса, қазір жаймен азайып бара жатқан болуы мүмкін. Бірден жаңағы тап салып ұрысқа кетуі мүмкін деген секілді. Бар. Бізде осы бір кейінгі кездері мен көп бақылаймын. Мысалы, көрші қолаңмен араласу жоқ болып кетті. Көршілермен тату болу деген ол біздің қазақтың мәдениетіндегі құндылықтар ғой. Жалпы мысалы біз өз мәдениетіміздегі көп құндылықтарды, көп этикеттік нормаларды, ақылақтық мораль дейді ғой, ақылақтық нормаларды күресінге тастай салмауымыз керек. Олардың ішінде негізгілері, яғни біздің мәдениетіміздің ядросын құрайтындары олар мәңгілік құндылықтар. Олар ешқашан ескірмейді. Өйткені олар қоғамның рухани саламаттылығын сақтап тұрады. Мейлі цифрлық дәуірдегі қоғам болсын, мейлі отарлық кезеңдегі қоғам болсын, қандай кезеңдегі болсын, қоғам бар болу үшін, қоғам тірі болу үшін, және ол ары қарай даму үшін, және өміршең болу үшін осы ядролық құндылықтар. Сол ядролық құндылықтардың ішінде жаңағы сөз әдебі бар, сонан кейін жаңағы көршімен тату болу, сонан кейін алдыңа келген адаммен мейлінше сыпайы сөйлесу. Осының бәрін қазақтар жаңа мен айтқандай айтпаған, мақалмен түйіп айтып кеткен. Үй алма, көрші ал дейді. Көршіңмен тату бол дейді. Одан кейін сәлем сөздің атасы дейді. Жақсы сөз жарым ырыс дейді. Айтылған сөз атылған оқ дейді. Өстіп мақалдарға түйіп. Бұл мақалдар жаңағы құндылықтардың жүйесі ғой. Енді көбін айта алмай отырған шығармын, есіме бірден түспей жатыр. Мен байқағаным, мына қазіргі кезде бір подъезде тұрып, бір-біріне қарама-қарсы есікте тұрып, есіктерін ашып ұрсып тұратын көршілерді көп көремін. Сосын жаңағы аулада ойнап жүрген балаларын, баласы жылап келсе, ата-анасы сен де бар болған жаман сөз айт, сен де оны ұрып жібер деп тәрбиелеп жатқан ата-ананы көремін.
көлікте үлкен кісіге орын бермейтін жастарды көрем. Сен неге орын бермейсің десе сөз қайтарып ұрысатындар неге беруім керек деп. Тағы бар. Осындай нәрселер көп кездесіп жатады. Бірақ тек қана осындай емес, жақсы да прецеденттер көп. Мәселен, мен көлікке кіргенде атып орын беретін жастарды да көрем. Кейбір аулаларда керек десеңіз наурызды бүкіл көрші қолаң болып бірігіп атқарып жатқанын көрем. Кісісі өлген қаралы үйге жәрдем берейік деп көрші қолаң этаж үйде тұрып, қалада тұратын болса да бірден жүгіріп көмектесіп жылы сөзін айтып жатқанды да көрем. Енді көрдіңіз бе, бұндай фактілер бар. Сондықтан біз жаңағы қоғамның рационалды мүшелері дейміз ба, саламатты ойлайтын азаматтар дейміз ба, рухани саламатты, солар бірігіп осындай нәрсемен күресуіміз керек. Біз жаңағы дөрекілікті ешқандай дұрыс деп қабылдамайтындай, оны теріс қылық екенін бірден көрсететіндей, орысша поведение дейді ғой, өзімізде сондай иммунитет қалыптастыруымыз керек. Ал енді тіл туралы тақырыпқа келетін болсақ, қазақ тілі туралы әңгіме қозғалған кезде бізде көп эмоция, қазақ тілін қорғау туралы тақырыптарда көп эмоция шығып кетіп жатады. Сондай тақырыптарда жалпы бұл қазақ тіліне жақындатады ма, керісінше алыстатып алуы мүмкін бе? Білесіз бе, біз тәуелсіздіктің алғашқы жылдарындағы қазақ тілін қорғаудың әдістемесінен әбден соны үйреніп алдық та. Қазір жағдайдың өзгергенін, ахуал төл өзгеріп кеткенін ескермей сол темппен, сол инерциямен келе жатырмыз. Тәуелсіздіктің алғаш алған жылдарында ондай риторика бізге қажет болды. Өйткені ол риторикасыз қазақ тілін біздің елде өмір сүріп жатқан орыстанып кеткен қазақтардың құлағына, басқа этностың өкілдерінің құлағына жеткізу мүмкін емес тұғын. Өйткені олардың санасында кеңестік дәуірдегі идеология қалыптастырған біз советтік адамдармыз. Ал советтік адамның негізгі тілі ол орыс тілі деген түсінік болды. Сол түсінікті былай ығыстырып, қазір біз Қазақстанбыз, Қазақстандағы мемлекеттік тіл қазақ тілі деген интенция дейді ғой, интенция деген ішкі ойды жеткізу үшін бәлкім бұл әрекеттің моделі бізге керек болды. Бірақ қазір ол модель жарамайды іске. Қазір жағдай өзгерді. Қазір халқымыздың саны, ұлтымыздың саны Қазақстандағы 70%-дан әлдеқашан асып кетті. Қазақ мектептері, қазақ балабақшалары, қазақ радио теледидары әлемдік деңгейдің қалмай дамып жатыр. Қазақ ғылымы, саясат қазақ тіліне көшті. Қазір билік, басқару жүйелері, мемлекеттік органдар өзінің қол астындағылармен, саяси элита өзінің электоратымен мемлекеттік тілде ғана сөйлеседі, ал қажет болған жағдайда ғана орыс тілін пайдаланады. Бұрын керісінше болатын. Орыс тілінде сөйлеседі де, талап етілген жағдайда ғана қазақша сөйлейді. Қазір ешқандай талапсыз қазақ тілі міндеттелген, және бұл мен қатты қуанатыным, бұл үдеріс ешқандай шусыз, тыныш, нақты әрекеттер арқылы жүзеге асты. Бір ескертіп айта кететінім, соңғы жылдары әсіресе президентіміз Қасым-Жомарт Кемел Тоқаевтың мемлекет басшылығына келген кезден бастап барлық үлкен деңгейдегі ресми жиындар мемлекеттік тілде жүретін болды. Әсіресе трансляциясы бүкіл халыққа көрсетілетін мемлекеттік отырыс жиындар түгел мемлекеттік тілде жүретін болды. Арасында орыс тілі қолданылмай қоймайды, қолданылады. Бірақ бұрынғыдай тек қана орыс тілінде болатын жиын жоқ. Бұл былайша айтқанда арық айтып семіз шығудың бізге көрсетілген үлгісі. Сондықтан біз қазір дабыратпай, шулатпай тілімізді әркім өз ісімен қолдауымыз керек деп ойлаймын. Басқа тілдерді білмеу керек, басқа тіл бізге керек жоқ деген бұл да дұрыс емес. Өте түбегейлі қате. Қазақта мақал бар, жеті жұрттың тілін біл деген. Ол бекерден бекер шықпаған мақал. Қанша тіл білсең, сонша адамсың. Сонша адамсың. Мысалы біздің территориямызда бәленбай мемлекет өмір сүрген, біз ғана емес қой, қазір мемлекет құрып өмір сүріп жатқан. Біздің тарихымызда қаншама мемлекеттер өмір сүрген, солардың барлығында да көп тілділік болған.
Олар бірнеше тілде сөйлеген. Біз қазір қазақтар аяқ астынан көп тілді білетін мықты ұлт болып қалыптасқан жоқпыз. Біздің тамырымыздан бар нәрсе келе жатыр. Сондықтан басқа тілді де білмеу керек деп айтпау керек, білу керек. Орыс тілінде білу керек, ағылшын тілінде білу керек, қытай тілінде білу керек. Қалауыңыз болып жатса, басқа тілдерді, испан тілін, араб тілін үйрену керек. Бірақ ана тілінен қол үзіп қалмау керек. Мен тілтанушы ретінде айтатыным, ана тілінің адамға басқа тілдер бере алмайтын энергиясы бар. Диссертация демекші, мен айтып отырған сөз әдебі тақырыбында 2001 жылы профессор Нұргелді Уәлиевтің жетекшілігімен қазақ сөз әдебінің ғылыми негіздері деген диссертация қорғалған. Ол диссертация Айман Қобланованыкі. Онда жаңағы қазақтағы көңіл айту, амандасу, өкініш білдіру, тағы да басқа осындай интенцияларды жеткізетін тілдік құралдар және оны орындау әдебі түгел айтылған. Мысалы, әйел адам мен әйел адам бір-бірімен қалай амандасқан, ер адам мен мысалы ер адам әйел адамға ешқашанда қолынан ұстап бетінен сүйіп амандаспайды. Жас баламен қалай амандасады, жас баламен ер адам қалай амандасады, және жас баламен әйел адам қалай амандасады, өзімен құралыптас ер адаммен өзімен құралыптас әйел адам қалай амандасады, өзінен жасы үлкен әйелмен онан жасы кіші ер адам қалай амандасады. Осының барлығының өзінің этикеттік ұлттық нормалары болған. Оның бәрін қарап тұрсаңыз, олардың барлығы қазіргі заманда да өзекті. Жаңа айтып жатсыз ғой, енді сәлемдесудің өзіндік бір нормалары болған деген. Жалпы қазақ халқы бұрыннан өзі сәлемдесуге үлкен мән берген. Үлкенге сіз деп сөйлеу, жастың бірінші амандасуы деген секілді. Қазіргі қоғамда бұл сәлемдесудің жалпы өзгерді ме, қалай? Көп жағдайда әсіресе ресми қарым-қатынаста осы әдептің базалық нормалары сақталады. Мен соған қуанамын. Әсіресе ресми қарым-қатынаста жаңағы субординация. Қазақтың сәлемдесу әдебінде субординация мықты. Сол принцип ресми қарым-қатынаста сақталған. Ал енді бейресми қарым-қатынасты айттым ғой, біз оған қатты араласа алмаймыз деп. Бірақ ол жерде мысалы жастардың арасында европалық мәдениет, батыстық мәдениет бойынша сәлемдесу үлгілері кең таралған. Мысалы қалайсың, сәлем дей салады. Меніңше ол сол орта үшін жарасымды. Ол жерге көп сөздің қажеті жоқ. Ал ресми ортада мысалы үлкен кісімен ыждағатпен сәлемдесу, ол кісінің үлкен кісі ретінде құрметтеліп тұрған, сыйлы болып тұрған көрсету, ол бізде жақсы қалыптасқан. Жаңа әсіресе қалайсың дей салу деген көбінесе ол цифрлық қолданбаларда көп кездеседі ғой, мысалы WhatsApp желісінде деген секілді, бірден тақырыпты бастап кету деген секілді. Дәл осындай мысалы түрік халқының бір видеоларында да кездесіп жатады. Қазақтар туралы фактілер деген осы жерге қыдырып келген туристерден фактілердің бірі жаңағы ата-анасына сіз деп сөйлеуі деген секілді. Оған таң қалып жататындар бар да. Ал бізге, мысалы қазақ халқына ол керісінше олардың оған таң қалғаны бізге қызық. Қалай сонда ол елдерде бір-бірімен сіз деп сөйлеспейді ме, ата-анасына қалай сөйлеседі, сонда танымай тұрған адаммен қалай сөйлеседі деген секілді. Сондай құбылыстар енді көп кездесіп жатады. Өзіңізде кездесті ме сондай мысалдар? Иә, мен таң қалдым. Шетелге барған кезде жас мысалы тәлімгерлер өзінің ұстазына сен деп сөйлейді. Сен деп сөйлейді, сосын амандасқанда жаңа қазақ тіліне аударғанда сәлем деп амандаса салады. Атын айтады, сосын ол кісінің атын айтады. Бірақ түріктерде олай емес, олар түркілік дәстүрін сақтаған. Біз енді бәріміз бір өркениеттен шықтық қой, түрік өркениетінен. Оларда үлкен кісілерге құрмет өте жақсы көрсетіледі. Ұстаз деп сөйлейді, мысалы. Сондай бар екен. Бірақ шетелдегі жаңағы мен айтқан әдеп үлгілері ол ұстазды сыйламау деген емес. Олардың этикеттік нормалары. Оларда да ұстазға деген құрмет, ғалым адамға, профессорға деген құрмет өте жоғары. Бірақ әдептерінің үлгілері басқаша. Әлгі әр елдің салты басқа, иттері қарағасқа деген. Бізде бұл барлығы үлкеннің культінен шығады. Яғни
үлкен, жолы үлкен болып саналады. Біздің ата жолы деген өзіміздің дәстүріміз болған. Сол ата жолы бойынша үлкеннің әрқашан беделі де жоғары, кез келген орында үлкен адамды құрмет көрсету керек. Оның материалдық жағдайына, оның әлеуметтік статусына қарамайды. Жасы үлкен деген сөз болды, ол құрметке лайықты адам деген бізде культ бар. Әрине бұның теріс жақтарын да айтып жатады. Себебі кейде осыны әсіре пайдаланып сақалын сатқандар да болады. Бірақ бәрібір де біз өзіміздің ұлттық осы құндылықтарымызды сақтауымыз керек. Себебі мына әлеуметтік жағынан ең тұрақты рөл ол жас ерекшелігіне қатысты рөл. Мысалы, кім болса да, қандай мықты адам болса да, барлық адам түбінде қартаяды. Сондықтан қартқа құрмет, ол кез келген адам бұл өмірден өткенде әйтеуір құрмет көріп өтсін деген адам сүйгіштік философия. Қазақ мәдениеті, қазақ тілі бір өзектің айналасына жиылған, соған жүйеленген. Ол адам сүйгіштік. Мысалы, қазақ мәдениетінде кез келген, сен қазақ болып туындың ба, сенің патша болатын кезің болады. Ол егер әрине сенің балаң болса. Балаң болса, сен оны түбінде үйлендіресің. Түбінде сен құда боласың. Ал құда болдың ба, сен өміріңде бір рет болса да патша боласың. Сен төрде отырасың, саған керемет қызмет көрсетіледі, құрмет көрсетіледі. Сен сол үйде, сол құдаларың үйінде сен әрқашан патшасың. Яғни сен өмірде патша болмауы мүмкін. Ал бірақ мынау біздің қазақтың мәдениетінде сен патша сияқты құрметті көріп өтесің. Дәл солай қартқа құрмет деген, мен ойымша, ол адам сүйгіштіктен шыққан. Кез келген адам, қандай адам болсын мейлі, бәрібір ол бір құрметті көру керек. Қартайған шаққа жеткеннен кейін оны одан кішілері құрметтеп тұрады. Бұл да адам сүйгіштік. Одан кейін біздің әдеп туралы айтамыз ғой. Сөз әдебі туралы айтқанда жаңағы сәлемдесуді айттық. Сосын біздің қаратпаларымыз да бір үлкен әдептің көрсеткіші. Ол туралы жаңа айтқан профессор Нұргел Дуалиевтің мақаласы шыққан кезінде Егемен Қазақстан газетіне. Қазақ қызының хиджабы жүрегінде деген. Ол не? Бізде сырт жабын жаппайды қыз бала, беті тұмшаламайды. Бірақ оның жабыны жүрегінде. Ал оның жабыны жүрегіне қалай барып орнықты? Қаратпалар арқылы. Мәселен, көшеде танымайтын қызға қазақтың бейтаныс ер адамы ешқашан ей қыз, ей әйел деп айтпайды. Қазақ тілінде қарындас деп айтады. Қарындас деген бір қарыннан шыққан, бір анадан туған деген сөз. Енді қыз балаға қарындас деп тұрған ер адамда оған қандай сексуалдық жаман ойлар болады? Болмайды. Ал қыз бала бейтаныс ер адамға аға дейді, жасы үлкен болса, жасы кіші болса, іні дейді. Көрдіңіз ба? Бұл қаратпалардың өзі біздің қоғамды морально, ақылақтық тұрғыдан тәрбиелейді. Осындай ұлттық дүниеліктерімізді біз жатсынбай, керісінше осыны дұрыс көріп, осыны насихаттауымыз керек. Сондықтан енді бұл тілде көп зерттелген, тілтанушылар қоғаммен байланысқан үнемі осы үшін шығады. Бұл туралы бір қызық айтайын. Санкт-Петербургтан келген профессор ғалым орыс тіліндегі қаратпаларды зерттеп, біз өзіміздің орыс тіліндегі осы дөрекі мужчина, женщина деген қаратпалардан бас тартуымыз керек. Бұл әдепсіздік. Біз Петр заманындағы сударь, сударыня деген қаратпаны алайық. Біз өзімізге бір әр қызымызға, әр ұлымызға, әр жігітке, әр әйелге жаңағы мәртебелі қолданыспен оларға сөздерді айтайық дейді. Сонымен қоса ол кісі айтады, мына түркі тілдерін, әсіресе қазақ тіліндегі қаратпалар өте ерекше, жалпыда басқа тілдердегіден ерекше, үлкен мәдениеттің көрсеткіші дейді. Сондықтан барлығы ескі, барлығы керек емес, заманға сай емес деп салттан да дәстүрден де бас тарта беруге болмайды. Ішіндегі мәңгіліктер де бар. Әрине кейбір жаңағы қазіргі заманға келмейтіндерінен оны насихаттаудың мысалы қажеті жоқ. Мысалы қыз алып қашу деген сияқтылар. Енді ол өте қазіргі заманға мүлдем лайық емес. Ол өз заманда басқа контекстте қолданылған салттар.
біз бірақ оны бұрмалап салтымыз біздің деп дұрса деп көрсетпей жүрміз қыз балаға мысалы. Осы. Енді бір қорытынды сұрақ болсын. Жалпы егер сізге бір жас адамға сөйлеу мәдениеті, тіл әдебі туралы қысқаша сөзбен түсіндіру керек болатын болса, не деп айтатын едіңіз? Жаңағы сізге айтқанда айтар едім. Сен сөйлеген кезде не үшін сөйлейсің? Мысалы мен қазір сізге мына стақандағы суды маған әкеп берші, мен шөлдеп тұрмын деп айтсам, тура осы ой ғой. Дітті мен толық синтаксистік конструкция арқылы жеткіздім, Ал егер мен тура осы ойды былай жеткізсем, айналайын, шіркін-ай, шөлдеп тұр едім. Болды. Айналайын дедім. Шіркін-ай дедім. Шөлдеп тұр едім дедім. Бұл жерде стақандағы суды маған алып келші, мен шөлдеп тұрмын деген конструкция жоқ. Бірақ ондағы ақпараттың бәрі 3 сөзбен жетті. Айналайын, шіркін-ай, шөлдеп тұр едім дедім. Ол 3 сөзбен және жаңағы толық конструкциядан көрі мына 3 сөзбен әлде қайда жақсы жетті. Жүрекке барды. Өйткені кез келген қазақи тәрбие көрген, қазақ тілін білетін адамға айналайын десең, жүрегі елең ете қалады. Шіркін-ай десең, ай бір нәрсеге қолы жетпей қиналып тұр-ау деген ой келеді. Шөлдеп тұр едім десе, жүгіріп барып ол стақандағы суды алып келеді. Бұл жерде ешқандай жаңағы дітіңді орындатудың жолы. Ал егер осыны, ей, барш, немене көрмей тұрсың ба? Шөлдеп тұрмын. Миың жоқ па? Миың жоқ па? Не стаканмен су құйып қойып, миыңа келмеді ма? Көрдіңіз бе? Тілдің тазалығы бұзылды ма? Бұзылды. Бірақ дітім бар ғой ішінде. Шөлдеп тұрмын, маған су әкеп, мен оны қалай жеткіздім? Дөрекі жеткіздім. Ал егер осыған енді келіп былапыт сөздерді қоссаң, не болды ал енді? Дітің орындалады, бәлкім. Өйткені қорқаннан сіздің дітіңізді орындайды. Бірақ ол адам шын ниетімен әкелді ма? Не болды ол адамда? Не болды? Ол адам келесі жолы сізді көргісі келмейді. Сонымен сіз не болдыңыз енді? Сіз не болдыңыз? Сіз бір адамның энергиясынан айырылдыңыз. Жағымды энергиясынан айырылдыңыз. Сөйтіп сіз тек қана жағымсыз энергияның жиынтығына айналасыз. Деп мен өстіп түсіндірер едім. Соның тілің таза болса, айналаңдағы адамдармен қарым-қатынасың да таза болады. Ісің де оңға басады. Рахмет сізге, Анар ханым. Жалпы бүгін ашық әрі мазмұнды әңгіме болды деген ойдамын. Жалпы біздің көріп отырған көрермен де өзіне керек ақпаратты ала алды деген ойдамын. Қызық мысалдар келтірдіңіз, тіпті оның ішіне анекдоттардың да мысалдары кетті дегендей. Солардың барлығы үшін сізге үлкен рахмет. Тағы да өз уақытыңызды бізге арнағаныңыз үшін сізге үлкен рахмет. Ал сіздермен қоштаспаймыз. Комментарийға пікір жаза кетіңіз. Қай тұсы ұнады, өзіңізге қандай ой түйдіңіз дегендей. Келесі кездескенше сау болыңыздар.